шағын ертеңгілігіміз аяқталды. Енді үлкен ата-аналар шашуларыңызды шашыңыздар. Аллахның разы. Енді шашу шашайық. Құрметті ата-аналар, біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз бүгін енді кішкентай бала дүниеге келген кезде қашан қырқына шығады деп тосып жүреміз. Бала мектепке барғаннан кейін қашан әрпімен қоштасады деп тосатынымыз барлығымызға шартты дүние. Бүгінгі сіздің балаларыңыз, немерелеріңіз жақсы Ахмет атамыз бастаған, Абай атамыз қостаған үлкен ұлы дүниені білім әлеміне есігін айқара ашқан әліппе оқулығын тәмамдап отыр. Енді әліппені оқыту ата-аналарға оңай болмайтыны белгілі. Өте қиын, оң не сол танымаған балаға әріпті жазуды, оны оқуды үйрету оңай емес. Сонымен қатар сіздер бір баланы оқытсаңыздар, біздің бақытман осы 9 баланы оқытып, 42 әріпті танытып, бүгінгі күні балалар өз аттарын жаза алатын, өз есімдерін оқи алатын шамалары бар деп ойлаймыз. Келесі кезеңдерде сәттілік тілейміз, жақсы оқушы болсын. Мына классқа таңдап отырмын, Тула Тәтілева бақыттың өзі сияқты биші екен бәрі, түк қоймай билеп тұр бастан аяқ. Сондықтан да осылай сахнаның көркі болып жүретін біздің күшті жақсы оқушыларымыз болсын. Сәт сапар сендерге балалар, папа-мамаларының тілдерін алып, дендерің сау болып, жақсы оқушы болыңдар. Үлкен аға апайларының жолдарын берсін. Сәт сапар сендерге бүлдіршіндер. Енді құрметті ата-аналар, мен балаларға арнап календар жасағам. Яғни күнтізбелік 2026 жылғы соны табыс етуге рұқсат етіңдер. Сонымен қатар ата-аналар өздерінің екі жүргізушіге енді бұлар оқушы болған. Қазір осы екеуін әлі деп таңдап алдым. Екі оқушыма көп рахмет. Солары көп болсын. Әліпбектерден көріне берсін, көп сахнада жүргізуші болсын деп тілеймін. Алдарыңызды қойып, ортасынан өзіңіз тұрып, ата-аналарыңызбен фотоға түсіп алып жатырсыз.